Ұлы даланың жауынгер халқының аңыздарынан тау да, тас та, көк те, жер де мәңгі сыр шертіп тұр. Ұлы даланың ұшы-қиыры жоқ кеңістігінен тарихтың толқынында жеті ғашықтың мұңы мен махаббат әні естіледі. Мен қарапайым шопанның отбасында дүниеге келдім. Біржан ағамның қолында оқып, хат таныдым. Жастайымнан жиын мерекелерде ән айтып, ойын сауықтың ортасында жүрдім. Бір күні досымның болашақ жарын айттыру үшін Маралдыға жол тарттым. Ақындығым да бар, әншілігім де бар. Көпшіліктің көңілінен шығып, ән айттым. Осы ойын сауық кешінде Сұлтанбек байдың қыздары Хұсни мен Қорланның көркіне көз тоймас сұлулығы туралы естіп, тәнті болдым. Сол кеште айтылған әнімнің барлығы тек махаббат пен ғашықтық сезімге арналды. Жиналған жұрт та, Қорлан да айтылған ән жырдың өзіне арналғанын түсінді. Қорлан да көпшіліктен қаймықпай, маған көз тастаудан жасқанбады. Мен ол кеште Қорланның басқаға айттырылғанын білмеген едім. Сондықтан досымнан бізді таныстыруды өтіндім. Екеуміз таң атқанша әңгімелестік. Түнгі аспан, сан мыңдаған жұлдыздар біздің ғашықтық сезімімізге куә болды. Қорлан маған жүзігін сыйлап күтуге уәде берді. Ал мен оған келесі жазда келуге сөз бердім. Сол уәделескен күні мен Маралдыға сүйіктіме жол тарттым. Жолда Қорлан ұзатылып бара жатқан керуенді көрді. Оны солтүстікке, күйеу жігітіне апара жатты. Көл мен көлдей, тау мен таудай теңдесе, белдесуге талап қылдым мен неше. 51 жыл ғашық болдым Қорланға, 51 жыл өмір сүрдім ендеше. Деседағы ел дәстүрі ергесін, қарттарға ескерт қарсыласа көрмесін. Қорланымның көзі болған жүзікті өтінемін, өзіммен бір жерлесін. Серт пен сөзге ұмыт шақта өлкеді, ғашық болып өлу қандай мәртебе. Тірлігіме шабыт берген бұл жүзік, жарық беріп жатсын маған көр деді. Арманы